Қазақ биі талайларға арман би, шарапамыз сара жолын салған би, шұғыла боп шар тарапқан нұр сеуіп, назбен бірге бағы қайта жанған би. Бүгін халықаралық би күні. Биязы бимен назданған барша мың бұралғандар, мерекелеріңіз құтты болсын. Осы орайда біз Күршім жастар орталығы арнайы Қабдолда Тұрар атындағы Мәдениет үйінің жас бишісі Инабат Бақытқанқызымен тілдесіп қайтпақпыз. Қайырлы күн, құрметті аудан тұрғындары, құрметті көрермендер. Мен Бақтықанова Инабат Бақтықанқызы, Қабдолда Тұрар атындағы аудандық мәдениет үйінің қобызшысы, бишісі және шабыт бишілер тобының жетекшісімін. Шабыт бишілер тобы 2017 жылы 15 қыркүйекте Құсайынова Гүлсім Садыққызының қолдауымен құрылған болатынбыз. Шабыт деп атау қойған себебіміз оқушыларым, бишілерім үнемі шабыттанып, билеп жүрсін деген ниетпен қойылған еді. Ең алғашқы сахнада өнер көрсеткеніміз 25 қазан 2017 жылы Қабдолда Тұрар атындағы Мәдениет үйінің әншісі, шығысымыздың бұлбұлы Мақпал Нұрпейісованың Мақпал шақырады атты шоу-концертінде өнер көрсеткен болатынбыз. Одан кейін ақырындап концерттерде өнер көрсете бастадық. Ең алғашқы ауыз толтыра айтып мақтанатынымыз 2018 жылы қараша айында өткен Өскемен қаласында өткен халықаралық күзгі вальс атты бишілер байқауының гран-при иегері атандық. Осы конкурсқа қатысқаннан кейін бізде шабытымыз одан сайын ашылып, конкурстарға қатыса бастадық. Республикалық, халықаралық бірнеше конкурстарға қатысып, жүлделі тек қана гран-при иегері атанып жүрдік. Қазіргі таңда оқушылар саны 12, 11 қыз және жалғыз ұлым бар, Кенжебекұлы Рүстем деген. Ол Кенжебекұлы Рүстем екеуміз 2020 жылы ақпан айында Өскемен қаласында өткен тағыда Нова формата 2020 деген байқауда Кенжебекұлы Рүстем гран-при иегерін атанып, қазіргі таңда халықаралық деңгейде өнер көрсетіп жүр. Ең алғашында құрылған кезде бізде 3 топ болды: кіші топ, орта топ, үлкен топ деп. Әр топта 10 оқушыдан болды, ал қазіргі таңда карантинға байланысты топта тек қана осындай аз баламен жұмыс істеп жатырмыз. Топқа біз 8 жастан бастап аламын. Келген кезде менде слух дейді, музыканы қалай тыңдайды, ритмі және де биге деген икемін тексеріп, группаға қабылдаймын. Жақын арадағы жаңалығымызды айта кетсек, осы 2021 жылы наурыз айында өткен Ғұмырдария орталығының ұйымдастыруы бойынша Наурыз Думан атты халықаралық байқауында гран-приге иегері атандық. Енді жақында міне 1 мамыр достық күніне арналған концертімізде өнер көрсетеміз деп дайындалып жатырмыз.